Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үгітілмелі пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен қамыры үшін ұн мен салқын сары майды жақсылап араластырып, қолымызбен үгітеміз. Салқын болып тұрған сары майды үккіштен өткізіп салсаңыздар да болады, немесе майдалап турап, осылай ұнмен өздеріңіз үгітіп жасасаңыздар болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасайсыздар. Сары май еріп кетпес үшін өте тез жасау қажет. Таза ыдысымызға қант, жұмыртқа, сметананы жақсылап араластырамыз. Қант бізде еруі қажет. Ұнымызға қопсытқышты салып, жаңағы араластырған массамызды ұнның үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Басында қамыр бірікпейтін сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ сіз илей берген сайын қолыңыздың жылуымен сары май еріп, қамыр бір қалыпқа келіп, жұмсақ қамыр шығады. Мінекей, бізде осындай қамыр шығуы қажет. Енді осы қамырды екіге бөлеміз. Біріншісі кішкентай бөлікке, екіншісі үлкендеу болады. Кішкентай бөлігін тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салып қоямыз. Бізде кішкентай бөлігі қатуы қажет. Үлкен бөлігін осылай пергаментке жайып, өзімізге қажетті формамызды жайып аламыз. 4 бұрышты етіп жайсаңыздар да болады, немесе осылай дөңгелек етіп жайсаңыздар болады. Асты кішкене қалың болсын десеңіздер, диаметрін азайтасыздар. Егер жұқа болған қаласаңыздар, осылай жұқалап жаясыздар. Мен шетін осылай жай ғана өріп шықтым. Сіздерге қалай ыңғайлы, қалай сәндегілеріңіз келеді, өздеріңіз білесіздер. Мен салмасына қара өрік тосабын қолдандым. Сіздер кез келген тосап түрлерін қолдана беріңіздер. Ең бастысы қою болған дұрыс. Өйткені пеште пісіп жатқан кезде сұйық болса жан-жағына ағып кетуі мүмкін. Келесі кезекте жаңағы мұздатқышта тұрған кішкентай бөлік қамырымызды алып, үккіштен өткіземіз. Енді табамызға салып, қызып тұрған пеште 25 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ кесіліп жатыр. Иісі де өте керемет. Мен бұл рецептпен алғаш рет жасап тұрмын. Тестасы қатты болып қалады деп ойладым, шынымды айтсам. Бірақ қателесіппін. Өте жұмсақ, өте нәзік. Ыстық болса да формасын жақсы ұстап тұр. Бұл пирогты ертесіне суытып, немесе тоңазытқышқа салып қойып жесеңіздер де қатпайды, өте жұмсақ болып тұра береді. Достар, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер осы пирогты. Сіздер алғаш рет жасап тұрсаңыздар да, бұл пирог сіздерде 100%-ға шығады деп айта аламын. Өте керемет рецепт.
егер де менің видеом ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын.